Жиынның Қарауылтөбеде өтуінің басты себебі бұл елді мекеннің күріштігі Ыбырай Жақаев атындағы Қазақ күріш шаруашылығы ғылыми зерттеу институтының тәжірибе шаруашылығы. Сондықтан пленарлық мәжіліс ұйымдастырғандар Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі, Қазагро инновация акционерлік қоғамы, Оспанов атындағы Қазақ топырақтану және агрохимия ғылыми зерттеу институтымен бірге осы өзіміздің институт. Ал мәжілістің негізгі мақсаты бізде жаңа технологиялар бар. Тұзданған топырақтардың тұзын азайтуға және тұзданған топырақтардан өнім алуға жаңағы сондай технологияларды насихаттау мәселесінде. Осы жерде Қызылорда өңірінде негізінде бұл экологиялық жағдайы өте нашар өңір. Сондықтан жаңағы тұзды топырақтар көп. Тұзды топырақтар әртүрлі деңгейде бар. Негізінде 75%-ға дейін жаңағы қатты тұзданған жерлер көп. Сыр өңірінің топырағы қасиетті болғанымен тұзды. Сондықтан осы аймақтың негізгі өнімінің бірі болып отырған сыр салысының өнімділігі күріш кластерін дамытудың бір тетігі. Еліміздің түкпір-түкпірінен жиналған ауыл шаруашылық мамандары егіс басында бас қосып, мәжіліс ашып, өз ойларын ортаға салды. Күріштің сұрыпталған тұқымдары туралы толық мәліметтер беріліп, топырақты өңдейтін техникалар, сұрыптау қондырғылары туралы техникалық мінездемелер берілді. Сонымен қатар Арал өңірінің тұзды топырақтарында көкөніс дақылдарын өсірудің оңтайлы технологиялық параметрлері дайындалған. Аймақтың экстремалды жағдайында өсіруге бейімделген тұтынушылар қажет ететін көкөніс дақылдарының төзімді түрлерінің анықталған туралы да әңгіме өрбіді. Дәулет Қырдан, Тілеген Бекарыстанов, Ғалымжан Қожақов, Шарайна.